Құрметті менің алтын көрермендерім, бүгін осындай тауықтың етінен наггетси жасаймыз. Ол үшін 1 шай қасық тұз, 1 ас қасық соя керек, 1 жұмыртқа және ұн мен крахмал керек болады. Енді осылай тауықтың етін аламыз, осындай бөліктерге бөліп турап аламыз. Егер ұзын бөліктер болса, оны ортасына бөліп, 2-ге бөлеміз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алыңыз. Және видеоны достарыңызбен бөлісіп, тарқатып отырыңыз. Енді жаңағы турап алған тауықтың еттеріне 1 шай қасық тұз, ас қасықпен соя саламыз және крахмал мен ұн қосамыз. Мен 2 ас қасық қостым. Ұн мен крахмалды алдын ала араластырып аламыз, сосын қосамыз. Және 1 ас қасық сұйылмай қостым. Ол мына жерде түспей қалыпты. Жұмыртқаны араластырып алып барып құйсаңыздар болады. Осылай барлығын қолмен жақсылап араластырамыз және 15 минутқа қойып қоямыз. Бірден пісіре беруге де болады. 15 минут өткеннен кейін осындай нанның ұнтақтарына әрбір бөлікті салып бұлғап аламыз. Нанның ұнтағына салған кезде бір қолыңызбенен алып, осылай екінші қолыңызбенен себелеп тұрған дұрыс. Міне бір қолыңызбен саласыз, екінші қолыңызбенен себелеп аунатып аласыз. Мінекей, барлығында осындай қып дайындап алдық. Енді табамызға май құямыз, оны қыздырып аламыз. Майымыз қызғаннан кейін жай отпен тура осылай екі жағын 2 минуттан әрқайсысын қуырамыз. Достар, егер рецепт ұнап жатса, достарыңызбен бөлісіңіз, поделиться деген батырманы басып, ұнап жатса тағы да лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сөйтіп өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Қоңыраушаны басып қойсаңыздар, сіздерге менің жаңа видеоның шыққан туралы хабарлама келіп түсетін болады. Қазақша каналға қолдау көрсетіп отырыңыздар. Өте тез піседі. Балаларға пісіріп берсеңіздер, кафеден сатып алғанша осылай өздеріңіз үй жағдайында пісіріп алсаңыздар, өте дәмді болып шығады. Рецепті описание бөліміне жазып өтемін. Сол жерден қарап, скриндеп жасап алуларыңызға болады. Осындай сорғыш ақ парақтарға қойып, майын сорғытып аласыздар. Өте жылдам піседі. Мінекей, сырты қытырлақ, іші жұмсақ, сондай дәмді наггетсилар дайын болды. Кез келген соуспен ұсынуларыңызға болады.
Сіздермен болған Гүлнар Сапарқызы. Қош сау болыңыздар.